Ей, айналайын қазағым. Тиктоктан кеше бір видео көріп, ұят болып жатыр. Мен ананы көріп ұялдым, дата бұл. Мынау енді неше ғасыр бұрын ойлап табылған нәрсе, пара генераторды қазақтарға біреу жаңалық қып көрсетіп, Қытайдан алдырдым деп комментария оқысаң, қалай заказ беруге болады, қайдан алуға болады деп, мыналарың тіпті білмеме, ақылға сыймайтын нәрсе. Қараш, мына емкісті мен 500 теңгеге алған приемкадан. Бұған не істейміз? Аласыңда осыны маған алып кеп берсеңдер, тегін варттап берем, тіпті ақшадарың кері жоқ. Бірақ Қытайға заказ бермей қойыңдаршы. Мынау деген мен білмеймін. Қытайлар ойлайтын болу керек, қазақтар дадабо тупой ма, или дадабо тупой халық екен ғой деп мәз болып сендерге жасап беріп жатқан шығар. Мынаны қараш. Мынаны любой паяльный лампа ма, міне мынандай бір емкіс таба алатын шығарсыңдар енді. Міне мынадан су құясың, шешесің да. Мынаны тегін варттап берем маған ал келсеңдер, тегін міне. Мына кислородный шлангты метр 300 теңге ма, базардан любой неше метр керек, 10 метр керек болса 10 метр, міне. Мынаған тығасында суды қайнатасың. Болды, мынаның басынан пар береді. Қытайға заказ бермесеңдер ше. Мына позор болып жатыр. Мынау деген датыбы позор болып жатыр. Мынаны аласың да, міне. Мен мынаны ұялдым датыбы, мынаны қарашы не. Мынаны аласың да паяльный лампамен бүйтіп қайнатасың. Қайнатасың да мына шлангыны барып тығасың, тығатын жерге. Тығуды білесіңдер, Мынаны аласың да, менің бұл предназначением бар, баняға. Баняның суы қатық болады, 40 градус аязда. Мынадан мен тығамда былай қарай, ертем. 4 метр жерді. Бұның барлығы енді айта берсең әңгіме көп. Үйді салар алдында четкий проектпен, не болмаса үйді салған бір толковый аға көкелерінен ақыл кеңес сұрап алыңдар, потому что менің қателігім мына жерге су қалдырмай кеткен ғой, міне. Мына теплый полмен бірге мына жерге су қалдырып кету керек еді, суық суды шығарып. Мына суым менің баняға кетіп жатыр, міне. Баняға кетіп жатыр, қазір көрсетем. Пескалоктың ішінен тесіп отырып, 4 метр жерді пескалоктың ішінде жатыр мынау. Сол себептен 40 градус аязда қатық болады. Оның немесі міне. Міне мына жерден воздушный лақтырған ғой баняға. Баняда отопление, суық су бәрі тұр. Отоплениемен қатпайды енді ол. Сол 40 градус аязда мынаның ішімен кетіп жатыр су. Сол прихватка ұстақ болады үшін. Ал енді айналайын қазағым. Мынаны енді Қытайдан алдырып жатсаңдар білмейме. Онда вообще білмеймін неме істейтін даже мен. Сөз жоқ. Ұят, ананы көріп ұялдым. Комментария кірсең, қалай заказ береміз? Қай сайттан заказ береміз деп. Мә, саған қарашы, короче, мынандай смайлик бар есі, короче, былай ғой. Былай деген. Тегін варттап берем сендерге. Тегін. Келіңдерші тоқа. Міне, мынандай паяльный лампалар жатады приемкада. Мына жерін, мынаны аласың да, шешіп аласың да, мынаны аласың да, шлангын тыға саласың мынаған. Мына жерін шешіп аласың да, мынаған су құясың да, қайнат. Отқа қойып қайнатасың ба, газа қойып қайнатасың ба, екінші паяльный лампамен қайнатасың ба, өзің білесің. Айналайындар, тоқа Қытайдың алдында позорларын шашпаңдар ше. Қытайдан заказ беріп алдырып жатырмыз дейді мына пара генераторды. Қазағым, адам болғанды қойыңдар. Мыналарым болмайды. Ананы көріп, мына сақау адам сөйлетіп жатсыңдар. Сақау адам сөйлететін заман келді. Мен негізі көп сөйлемейтін адаммын, бірақ шыдамай кеттім.